Құрметті қонағымыз, келіңіз. Сізбе ассалаумағалейкум. Қалайсыз? Көптен көрмедік сізді. Тыңдап тұрмыз сізді. Кешегі болып жатқан эфирді көрдік, жалпы. Өзімнің шындығымды айту үшін келдім. Негізі көрермендер түсінбей қалуы мүмкін. Өз парақшасынан жазды, Аидадан бас тарт дегендей. Ол Айданбек кеше айтқан болатын. Біз білейік, өзіңізден естіп алайық. Айданбекке жазғаным рас. Ол кеше хабарласты деген адам, бірақ мен емеспін. Ешқандай былай қорқыту болған жоқ. Сіздің тарапыңыздан не жазу болды? Айдамен таныстықты тоқтатсаң, дұрыс болады. Айдан ұнататынды ескерттім. Мужская солидарность деген сияқты әңгімелер болды арамызда. Ешқандай балағат сөздер болған жоқ. Мен ұлтқа қатты бөлінбейтін адаммын. Ұлт деген сөзді сен қай жерден ұқтың, сен маған көрсетесің ба соны? Ұлт туралы мен ешқайдан сөз айтқан жоқпын. Мен ол нәрсе болмайды. Ұлтқа бөлінетін нәрсе. Ұлт деген әңгіме қозғалып жатыр деп ескертіп отырмын мен. Ұлтқа бөлінбейтін қазақтардың бірімін мен. Кешегі эфирден кейін маған жазған адамдар өте көп болды, боқтық жазып отыр. Сен сонда не Аидаға үміткер келген сайын барын солай жазып отыра бересің ба? Сен әзір не туда, не сюда болып отырсың. Аидаға сюда же алып кетпейсің, же нормально дұрыстап сөз салмайсың, стримде отырасың. Стрим туралы әңгіме айтпай қояйық бұл жерде. Мен стримға только 2 күн максимально кірдім. Қазіргі таңда мүлдем стримға кірмеймін. Бір мұнайған адам өмір бақи мұнайып жүре бермейді ғой, по-любому күлеміз, ойнаймыз. Решать етілгеннен кейін ғана кіріп, сол жерде күліп, шаттанып әңгіме айтып отқан жайым бар. Бұл таныстық алаңы болғаннан кейін Аида үшін келіп отырмын. Бізде солай болжамдап қойдық енді дегендей. Толыққанды айтып өтсеңіз. Ашу менде болып жатыр, түсініспеушілікте болып жатыр. Аидаға деген көңілім әлі басылған жоқ. Азғантай уақыт өтсе де, басылған жоқ. Уақыт келді деп ойлаймын, соның барлығын талқылайтын. Мүмкін менің жаныма келерсіз. Бірақ мен сенбеймін. Ешқандай сөзіне сенбеймін Жанболаттың. Келесі күні стримде отырып басқа қыздармен танысып, басқа қыздармен сөйлесіп отырған адамға мен қалай сенемін? Аиданы сүйтемін деп айтып алып, просто өзіне очко жинайды да болды. Бір проблемасы бар адамға ұқсамайды маған. Очко керек емес по идее маған. Мен жалпы однолюб. Күнде бір адаммен былайынан байланысқа шыға беретін адамдардың қатарынан емеспін. Басқа қыздарға көңіл бөліп, ондай керек емес. Сообщенияларға жауап қайтарып отырдым, таныстық дейтіндей таныстық болған жоқ. Сол ойнаған кезде қыздар қосылған болатын да, ол таныстық деп есептемеймін мен. Көңілім бар, көңілі түзу адаммын. Айдан тарапына сын болмасын деп өз-өзімді ұстап келдім. Менің өмірімнен шық деген сияқты әңгіме сенің тарапыңнан жоқ сияқты. Білмеймін, сен айтып тұрсың, мені сезім өшкен жоқ деп. Бірақ екінші адам күнәлі емес, бірінші адамды ұнатпағаны. Сол кезде мен Жанболатқа жазғам, болды жетеді Жанболат, сен Қосылаяққа келіп мені алып кетем деген сөзің те вообще айтпай ақ қой, екінші стоп қойып тастаған бұл бала. Неге заблокировать ету деген сен тараптан болмады? Саған ешқалай доступы болмайтындай неге жасап тастамадың бұл жігітті? Мен кеше де осы жерде айттым, менің мамам кәдімгі Жанболатты өзінің баласы сияқты кәдімгі құрметтеп сыйлап жүрді. Қыздармен танысып отырады да, ол қыздармен шығып кеткеннен кейін менің темам басталады. Андай екі түрлі әңгімені айтқаннан кейін менің мамам да көңілі қалып қойды ол. Жігіт керек па? Тұрмысқа шығу үшін келіп отқан жоқсыздар мына жерге? Мен сен үшін бәріне дайынмын, бәрін істеймін, бәріне көнемін деп тұрған адамды не үшін керек етпей тұрсың? Ғашық болмайтын болса Айда жыламайтын еді. Или сен Айда сөз жылағанның бәрі өтірік па, Жанболат үшін жылағанның барлығы? Романтика болған қалаймын. Мен сол нәрсені тартып кеткен кезде бұл кісілер арқа тартады. Жанболат, мен сені жақсы көремін, сен неге өйтіп жатсың деп жылаған жоқпын мен. Сен значит нақты себеп болып тұр, стримнан басқа. Жарайды, ыржың-тыржыңнан басқа бір белгілеу себеп болу керек қой. Жоқ, бір себеп болу керек қой негізі. Мен ойлаймын, Жанболатты ешкім қуып жіберген жоқ. Енді өз екі аяғымен қалай келді, солай кетті ғой былайша айтқанда. Айдада вообще кінә жоқ негізінде. Үміт оты болды қызда. Сол үмітті өшірмей дәл шалып кететін едің. Және де бір келіп кету туралы әңгіме айтпай қойған өте дұрыс сияқты. Мен қасындағы балдар мен қыздардың барлығын сыйлаймын. Болды, екі жақтан да тараптан сондай шешімге келдік, тоқтады таныстық. Ал сен маған ондай әңгіме айтпай қой, хорошо бауырым? Керек емес. Өткен жолы үлкен мәселе дедіңіз, оны шештіңіз. Аидаға қазір сөз салып отырсыз. Болған жайттар үшін барлық үшін кешірім сұраймын. Бір ғана шаг жасап көрсек. Сені де, өзімді де бұдан кейін қинамаймын, бірден қадам жасайық дейді. Нәрсені қайтадан істемейтініне қандай кепіл бере аласың сен? Мен көрерменнің алдында дәл осыны айтып отырмын. Өз-өзіме кепіл болатын адамын, өз сөзімде до конца тұрамын. Келесі мақсатым сені алып кету. Мен айттым ғой, екеуміз бірге шешек деп. Сол кезде де соған келісіп, жылы сөзін айтқан кезде дәл осындай нәрсе болмайтын еді. Вообще қорқамын қайтадан. Сондай көңіл қалып қояды дейтіндей ситуация болған жоқ. Басқа бір қызбен ұсталып қалған ештеңесі жоқ. Қолдауыңызды көрсетіп, таныстықты жалғастырып, бар екенін дәлелдеуіңізге болатын еді. Ойланып бір шешіміңізді айтарсыз деп.
қазір жасап отқан қадамын мен әрине құрметтеймін. Кезде сөйтіп айтқанда ғой бәрін түсіндіріп деген сияқты. Екінші рет жасап отқан қадамым бағалаймын, қазір түсіндіріп бәрін маған айтты. Сеніп отырмын бұл сөздеріне деп те айта алмаймын. Бір жағынан бір сөйлесіп көруге болады. Бір сөйлесіп көріп, бір шешімге келуге болады дейсіз. Я деген жауап деп қабылдайық, иә, Жанболат? Иә. Сөйлесіңіздер, кешірмейтіндей ештеңесі жоқ. Ассалам, әдемі